Қай қоғамда болсын, әр мемлекеттің қымбат қазынасы адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Еркіндігі қорғалып, қамқорлықты сезінген адам баласы мәуелі ағаштай бүр жарып, жапырағын жаяды, гүлін ашып, жемісін береді. Адам баласының өмірінің мәні де осы емес пе? Бір қарағанда солай көрінгенімен, қазіргі қоғамда технология дамыған сайын адамның көңіліне қарап жүру, жүрек жылуын ұсыну ескеріле бермейтіні жиі байқалады. Мен жүрегі жылулыққа, жаны мейірімге, санасы білімге толы ұстаз мамандығын таңдағаныма, оның ішінде қоғамның осал топтары балалармен қамқорлыққа зәру ерекше білімді қажет ететін балалармен жұмыс жүргізетін әлеуметтік педагог мамандығын таңдағаныма өте қуаныштымын. Адамдықтың негізгісі сенім, мейірім, қайырымдылық деп есептейтін болсақ, бұл жұмыс бойымдағы бар қасиетімді гүл қауызындай ашып, тал бойымның жан дүниемнің сұлулығын толық ашып көрсетуге мүмкіндік туғызады. Осы жылдың ішінде мектебіміздегі әлеуметтік ерекше санаттағы балалардың жүрегіне жылулық беріп, көмекке мұқтаж балаларға қол ұшын созып, демеушілік тарапынан, мұғалімдер тарапынан қайырымдылық көмек жасағанымыз мен үшін үлкен жетістік. Мектебімізде қамқоршылық кеңес мүшелерімен де нәтижелі жұмыстар жүргізілуде. Әлеуметтік санаттағы балалар әртүрлі үйірмелерге қатысып, бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында спорттық үйірмелерге, спорттық жарыстарға үлкен белсенділік қатысып, жүлделі орындарға ие болуда.